Сіздермен достар, бүгін біз математика пәнінен 717-ші есепті шығаратын боламыз. Біз бұл жерде осыларды ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек. Біріншісі бізде 0,9 болады. Яғни бізде 0,9 деп тұрған осылай. Яғни мысалы 100 деп тұрса, 10 деп тұрса, мынау 10-9. Енді мына жерінде жоқ болса 0, ешқандай сан жоқ болса, онда 0 деп ондық бөлшекке 0 деп жаза береміз. 0-ден 10-9, 0,9. Біз 10-ды жазбаймыз, тек 9 жазамыз. 0,9. Енді келесі бізде 0,17 болады. Яғни бұл жерде де сондай, манағыдай 0,117. 100-ден дегенде біз бөлімде тұрады ол 100-ден 17. Сондықтан біз 100-ді жазбаймыз, тек 17-ні жазамыз. 0,17 болады. Ал мынау бізде 0,0-ден 3 болады. Бізде бұл 0,100-ден 3 болғанда 100-ден 3 деп жазылады бұл. Енді біз осы 3-ті осы 100-бен теңестіріп жазуымыз керек. Сондықтан біз 0-ды тағы да алдына 0-ды қоямыз. Енді төртіншісі 2,315. Бұл 1000-ға тең. Енді бесіншісі 3,0,5. Бізде 5 саны 100-ге жетпейді, сондықтан алдына 0-ды қоямыз. Алтыншысында 9,207 болады. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.